Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге мынандай жұмсақ, дәмі тіл үйіретін сүтті құс тортын әзірлейтін боламыз. Алдымен үй температурасындағы сары майдың үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен сгущенканы қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң араластырып болғаннан кейін біз оның үстіне ұн және қосқышымызды қосып аламыз. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейінгі қамырымыздың қоюлығы видеодағыдай болып шығуы қажет. Пергаментті қағаздың үстіне форманың 22 см қылып, яғни қамырымыздың диаметрі 22 см болу қажет. Солай біз пергаментті қағазға сызып аламыз. Формамен 22 см диаметрді сызып аламыз. Содан соң оның үстіне біздің қамырымызды жағып шығамыз. Қамырымызды пергамент қағазына жағып болғаннан кейін духовкаға 180 градусқа 5 минутқа салып қоямыз. Ал енді біз қамырымыз дайын болғанға дейін кремімізді дайындай тұрамыз. Кілегейді жақсылап тұрып араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажет жоқ. Содан соң оның үстінен творожный массамыз, яғни творожный сырды қосамыз. Араластырамыз. Оның үстінен араластырып жатқан кезде қант ұнтағын қосып жібереміз. Барлығы осы ингредиенттерді араластырғаннан кейін бізде креміміз дайын болады. Креміміздің қоюлығы видеодағыдай болып шығуы қажет. Қамырымыз дайындалып болғаннан кейін, яғни бисквитіміз дайындалып болғаннан кейін, оның үстіне осылай кремді жағып үстін қойып тортымызды дайындайтын боламыз. Слой-слоймен қойылуы қажет. Барынша түзу қою қажет. Жан-жағына да жағып шықсаңыздар болады. Үстін өз қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Мен үстіне Қазақстан шоколадын ертіп осылай жағып шықтым. Содан соң оның үстіне алтын ұнтақ сеуіп шықтым. Осылай сәндедім. Сіздер жеміс-жидектермен сәндесеңіздер болады. Қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Яғни әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.